Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Әскерге барғанда, әскерде бізге намаз оқытпайды, Алла Субхану ва Тағаланың бұйрығын орындауға мүмкіншілік бермейді. Ондай жағдайда қайтсек болады, намаз оқымай қойсақ бола ма, немесе намазды қайтып оқимыз. Бізге дәрет алуға, намаз оқуға ешқандай мүмкіншілік бермейді. Жалпы бұл мәселе мұсылманның мемлекетінде, мұсылманның әскерінде Алла Субхану ва Тағалаға сенетін адамдардың елінде болады деген нәрсе бірінші рет естіп отырмын. Себебі ол тарихта болмаған мәселе. Сондықтан бұл мұсылманға намаз оқытпаса қайтеміз деген мәселе жоқ кітаптарда. Бұл мәселені ғұламалар кәпір мемлекетте, кәпірдің елінде өмір сүріп жатқан мұсылмандарға сондай қысым болса қайтеміз деген мәселе бар. Енді мұсылман намаз оқытпайды деген бірінші рет естіп отырмын, Алла сақтасын. Енді бұл мәселені фиқ кітаптарда былай деп келтіреді: «Уәл-әсир фи дарил харб ида мана'a минал вуду ва салат» дейді. Бір мұсылман дейді, кәпірдің еліне әсер болып қалады, қолдарына түсіп қалады, немесе солардың елінде өмір сүреді, олар мұсылмандарға намаз оқытпаса, дәрет алуға да мүмкіншілік бермесе, намаз да оқытпаса, ол қайтеді енді. Ол білдірмей таяммум сұғат, я таяммама, одан кейін ва юсалли бил има, ол ишарамен отырып білдірмей намазын оқиды. Сумма юид, ол адам кейін, егер Алла Субхану ва Тағала оған мүмкіншілік беріп болса, намазын қайталайды. Ида қудира, егер қадір болса, егер Алла Тағала мүмкіншілігін беріп жатса. Бұл қашан? Егер таяммумға мүмкіншілік беретін болса. Енді кейбір жағдайлар болады, сондай Алладан бұлар қорқып кетеді, сондай Аллаға қарсы болады, бұлар сондай шариғаттан дінден қорқады, сондай бұл шайтанға еріп кетеді, ол кәпірлер дарул харбта, сондай бұлар Алла Субхану ва Тағаланың шариғатына қарсы болады, бұлар таяммумға да рұқсат бермейді. Енді не істейді? Таяммумда соғуға рұқсат бермейді. Ондай жағдайда имам Абу Юсуф рахимулла, имам Абу Ханифа айтады: «Вала юсалли биля тахаратын». Имам Абу Ханифа айтады: намаз оқымасын дейді. Бірақ негізгі фатуа имам Абу Юсуф, имам Мухаммад айтады: ташабух бил мусаллин қылу міндеті дейді ол адамның дейді. Парызы ондай жағдайда дейді. Ол енді дәреті жоқ, таяммум да алған жоқ, дәреті жоқ. Ондай адам намаз оқитын адамдарға ұқсайды, солардың іс-әрекетін жасайды дейді. Намаз оқымайды дейді. Қолды қағып, қолын байлап, ишарамен отырып, руку, сәжденің әрекетін жасайды дейді. Ташабух бил мусаллин қылады. Бірақ хақиқатан ештеңе оқымайды. Фатиха, сүре, зам сүре ештеңе оқымайды. Тек намаз оқитындардың әдетін шығарып, әрекетін шығарып, одан кейін сумма юид. Кейін Алла Субхану ва Тағала ида қудира мүмкіншілік беріп жатса, ол адам намазын оқиды. Бұл егер намазына мүлде Алла Субхану ва Тағаланың шариғатына, бұйрығына мүмкіншілік бермей жатқан жағдайда бұны шариғат бұйырады осындай әрекет қылуға. Енді біздің мұсылман мемлекетте де егер осындай мүмкіншілік болып жатса, Алла Субхану ва Тағаланың хүкіміне, бұйрығына қарсылық болып жатса, мұсылман бауырларымыз бұл әрекетті тәсілді қолдануға міндеті болады, иншаллах. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.